Әжелеріміз бала кезімізде жасап берген шұжық нанды өз балдарыма жасап берейін дедім. Ет алғанда майлары үнемі желінбей қалып, жиналып қала береді. Соның бәрін турап шыжғырып алдым. Сосын пияз турап, пияздың үстіне дайындап алған шұжық майды қосып, оның үстіне бұрышын және аздаған тұз салып араластырып аламыз. Сосын дайын ашыған қамырды бөлшектерге бөліп зуала жасап аламыз. Қамырды жай ғана су, дрож қосып илейміз. Бала кезімізде осы шұжық нанды өте жақсы көріп жейтін едік. Қазіргі балдар тамақты өте таңдап жейді. Осы шұжық нанды пісіріп берейін дедім. Жейма, жемей ма, пісіріп бердім. Балдарыма өте қатты ұнады. Ұнағанына өзім де қуанып қалдым. Әрі қарай қамырымызды чоқалап жайып, үстіне дайындап алған салмамызды салып, рулет сияқты орап шығамыз. Оралған рулеттің үстінен қайта жайып, бетін сулап, 250 градуста духовкаға салып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл шұжықтан балдарыма да қатты ұнады. Үйде қалып кеткен майлар обал болмас үшін осылай сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.